Сәлеметсіздер ме балалар? Әдебиет сабағына қош келдіңіздер. Сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» повесінен үзіндімен танысамыз. Менің атым бөлімі. Сабақтың тақырыбы әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау. Бердібек Соқпақбаев 1924 жылы қазіргі Алматы облысы Нарынқол ауданы Қостөбе ауылында дүниеге келген. Қазақ балалар жазушысы, Жұлдыз, Балдырған журналдарында, Қазақстан жазушылар одағында түрлі қызмет атқарады. Бұлақ өлеңдер жинағы, 16 жасар чемпион, Бақыт жолы, Алыстағы ауылда, Балалық шаққа саяхат, Дала жұлдызы, Аяжан, Гауһар атты хикаяттарын жазды. Менің атым Қожа кітабы балалардың сүйіп оқитын шығармасына айналып, орыс, украин, француз, литва, латыш, өзбек тілдеріне аударылды. 1963 жылы Қазақфильм киностудиясы сол кітап бойынша жазылған киносценарийді экранға шығарды. 1965 жылы Балалық шаққа саяхат атты хикаятының желісімен фильм түсірілді. Менің атым Қожа Францияның Кан қаласындағы жастар мен балаларға арналған кинофильмдердің халықаралық фестивалінде 1967 жылы арнайы сыйлыққа ие болды. Бердібек Соқпақбаев «Бозтөбеде бір қыз бар», «Әпенденің айласы», «Менің атым Қожа» тағы басқа драмалық шығармалар жазды. Жазушының 40-шы жылдардағы жастар өмірімен жазылған «Өлгендер қайтып келмейді» романы орыс тіліне аударылып басылды. Балалар, «Менің атым Қожа» хикаяты бойынша кинофильм түсірілген. Оны білеміз, барлығымыздың сүйіп көретін киномыз екен, ал оның жанры комедия екен. Шыққан жылы 1963 жылы шыққан екен. Режиссері Абдулла Қарсақбаев. Авторы Бердібек Соқпақбаев. Сценарийін жазған Соқпақбаев пен Зелеранский екен. Сазгері Нұрғиса Тілендиев. Прозаның қысқаша мазмұны. Бұл повесте кішкентай Қожаның мектеп жасындағы бастан кешкен әртүрлі қызықты оқиғалары жайлы баяндалады. Ол қанша бұзықтық жасаса да, жақсы адам болуға талпынысы бар. Өзінің жасаған бұзықтығының бәрі әкесіз өскендігінен деп ойлайды. Балалар, бүгін біз жанрдың жаңа бір түрі хикаятпен танысамыз. Хикаят дегеніміз не? Хикаят романнан кіші, әңгімеден үлкен шығарма. Ол баяндау түрінде қара сөзбен жазылады. Бұл эпикалық проза жанрының бір түрі. Хикаяттың көлемі емес, көтерген жүгі мен арқау еткен мәселесінің ауқымы шағын. Ахмет Байтұрсынұлы хикаят туралы ұлы әңгімеден өресі қысқа, өрісі тарлау, түрі ұзақ әңгіме деп аталады дейді. Қазақ әдебиеті тарихында хикаят жазған қаламгерлеріміздің бірі Бердібек Соқпақбаев. Ал енді балалар, жазушының «Менің атым Қожа» хикаятын оқимыз. Ал балалар, үзіндіні бастамас бұрын мына сұрақтарға жауап берейік. Ат қою рәсімі туралы не білесіз? Қалай ойлайсыз, қойылған есімнің адам өміріне қаншалықты әсері бар? Ал балалар, «Менің атым Қожа» хикаятынан үзіндіні «Менің атым» бөлімін оқимыз. Ал енді балалар, үзіндімен таныстық. Енді мына сұрақтарға жауап берейік. Хикаят деген не? Басқа жанрлардан айырмашылығы қандай? Бердібек Соқпақбаевтың қандай шығармалары бар? Қожа мен оның есімі туралы ойыңды ортаға сал. «Менің атым» бөлімі бойынша өз есіміңнің мағынасын баяндап жаз. Ал балалар, 3Q стратегиясы арқылы бүгінгі сабағымызды қорытындылайық.
Бүгінгі сабақта не қызық болды? Бүгінгі сабақта не қиындық келтірді? Бүгінгі сабақта не қажет болды? Ойларыңызды айтыңыздар. Үйге тапсырма балалар, менің атым Қожа повесін оқып келу.